Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен картоптан запеканка дайындайтын боламыз. Фарш қосылған, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі фаршымызды жақсылап қызып тұрған табаға май құя отырып қуыртып аламыз 5-10 минут көлемде. Одан соң қақпағын ашып, дәміне қарай тұзын, бұрышын, және де мен петрушка, укроп қосып, соя соусын қосып, жақсылап араластырып 15-20 минут көлеміне тағы да бұқтырып қойдым. Сол мезетте екінші ыдысыма картопты ашып, асқабақты ашып, бетін жауып, суға 20 минут көлемде пісіріп алдым. Аздап тұз себелеп, пісіп болғаннан соң артық судың бәрін төгіп тастап, аздап май қосып, қанша керектігі жөнінде барлығын астына жіберетін боламын. Миксердің көмегімен түйе болып араластырып аламын. Одан соң жұмыртқа бір дана қостым. Және де осы мезетте әлі де каналыма тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын алдағы уақытта. Бір дана жұмыртқамды қоса отырып, артынан сүт қосып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Толықтай қанша не керектігі жөнінде төменге описание жазып кетемін. Табағыңызға осындай астына май жаға отырып, кезек-кезек картопымызды, жаңа пюре болған және де фаршымызды кезек-кезек сала отырып, мен осындай арнайы кондитерлік кольцоны алып, әдемі болып шығу үшін осының ішінде жасадым. Қызып тұрған духовкаге небәрі 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Өте дәмді, осындай формасын ұстап тұратын запеканка шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ерекше кешкі ас болады. Егер сізге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.